Облыстық Асқар Тоқпанов атындағы Қазақ драма театры жаңа маусымның шымылдығын түрді. Бұл жолы мәдениет майталмандары Қозы көрпеш, Баян сұлу спектаклін ашық аспан астында көрермен назарына ұсынды. Жаңа қойылымның ерекшелігі неде? Көрерменнің алған әсері қандай? Тілші тарқатсын. Өнер сүйер қауым жаңа маусымның ашылуын тағатсыздана күткен сияқты. Өйткені карантинге байланысты мәдениет ошақтары жабық тұр, қойылымдар уақытша тоқтаған. Бірақ театр ұжымы бұл тығырықтан шығу үшін ашық аспан астында көрерменге спектакль ұсынуды жөн көріпті. Бастысы мұнда карантин талаптары қатаң сақталған, қойылымды тамашалауға келгендердің саны 30 адамнан аспайды. Ал өнер адамдары халық жазушысы Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлу пьесасын сахнада қойып, туындының мазмұнын, идеясын көрерменге таныстыруды мақсат еткен. Мынау тіпті ерекше шығарма жасап жатырмыз. Өйткені мұндағы сөзден гөрі әрекетке, қимылға, іске құралған. Мұндағы жұмыстың балетмейстерлердің жұмысы, суретшінің жұмысы, актерлардың құрамының жұмысы, би мен пластикаға және музыкаға хормейстердің араласып, қазақтың әндерінің түгел барлығын бір-біріне тоқайластырып жұмыс жасалған үлкен шығарма деп есептеймін. Өйткені бұның уақыты аз болғанмен де айтатыны көп. Енді бұны оқыған көзі қарақты, білімді адамдардың біз мәртебесіне сүйеніп отырып жасадық. Айта кетейік, қойылым басы махаббат лирикасымен басталып, арты трагедияға ұласады. Яғни Қозы мен Баян адалда пәк, кіршіксіз таза сезімдерін қорғау жолында мерт болады. Алайда қос ғашық адал сүйіспеншіліктері жолындағы осы ерліктері арқылы махаббат атты өшпес, ескірмес сезімге мәңгілік ескерткіш орнатып кетеді. Бұл жиналған көрерменге ерекше әсер қалдырып, өзгеше сезімге бөледі. Аят Асқарбекұлы, Әділбек Самаликов, Жеті News.